Мемлекет ұсынған тағы бір жеңілдік ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру. Бағдарлама арқылы 16 мыңға жуық ел азаматы жалғыз баспанасын сақтап қалды. Бұл мәліметтер бүгін Алматыда ипотекалық қарыз алушыларға қатысты арнайы меморандумға қол қою кезінде айтылды. Құжатта Ұлттық банк, қалалық әкімдік және бірқатар екінші деңгейлі банктер мен қоғамдық ұйым өкілдері бекітті. Ұлан Нарынбек сөз алады. Хадиша Бектұрғанова ипотекалық несиеге баспана алған қазақстандықтардың бірі. Айтуынша пәтер жалдағаннан гөрі қолайлы. Бірақ 17% үстемақы отбасылық бюджетке салмақ салған. Мемлекеттің ипотекалық несиелерді қайта қаржыландыру бағдарламасының арқасында қазір ай сайын банкке төлейтін ақшасы әжептәуір азайыпты. Банкқа барып жолығып, керекті құжаттарымды өткізіп, 2 ай ішінде мені 17%-тен сол 9%-ке рефинансирование жасап, мемлекеттің атынан сондай көмек көрдім. Қазір сол ставкамен төлеп жүрмін. Қол қойылған меморандум проблемалық борышкерлер мен банк арасында көпір болмақ. Құжатқа сәйкес қарыз алушы ипотекасын өтей алмаған жағдайда баспанасынан шығарылмайды. Бұған қоса өздерінің келісімімен жергілікті атқарушы органдар мен банктер қарыз алушыларды жұмысқа орналастыруға жәрдемдеседі. 4,5 айдың ішінде қайта қаржыландырылған ипотекалық қарыздардың сомасы 45%-ға өсіп, 29 миллиард теңгеге жетті. Яғни мемлекеттік қолдаудың елбасы бастамасының арқасында 3 мың адам қарыздарын қайта қаржыландырды. Ал алматылық прокурорлар құрылыс компанияларының өкілдерін жинап, үлескерлердің мүддесін қорғайтын жаңа заңды түсіндірді. Енді халықтың ақшасын құрылысқа салу үшін әуелі кепілдік беру қорымен келісім керек. Ал екінші тәсіл бойынша құрылыс компаниясы банктерден несие тарту арқылы үлестік құрылысты қаржыландыра алады. Үшіншіден, компания тұрғын үйдің қаңқасын тұрғызғаннан кейін ғана үлескердің ақшасын жұмсай алады. Өзге тәсілдердің барлығы заңсыз саналады. Алматы прокуратурасы жұмыс тобын құрды. Оған барлық аудандық прокуратураның өкілдері, жер қатынастары мен мемлекеттік сәулет және құрылыс бақылау басқармасының мамандары кірді. Жұмыс тобы Алматыдағы барлық құрылыс нысандарын бақылайтын болады. Жаңа заңға қайшы әдіспен үлескерлердің ақшасын құрылысқа салған компанияларға прокуратура тарапынан тиісті шара қолданылады. Үлескердің мүддесін қорғауға бағытталған заң 10 қазаннан бастап күшіне енеді. Оған дейін құрылыс компаниялары жаңа талаптарға бейімделуі тиіс. Ұлан Нарынбек, Кенже Амраев, қорытынды жаңалықтар, Алматыдан. Мемлекет басшысы несиелік тұрғын үй құрылысына 149 миллиард теңге бөлуді тапсырған болатын. Аталған қаражат 814 мың шаршы метр баспана салуға мүмкіндік береді. Ол шамамен 14 мыңдай пәтер. Бұдан бөлек биыл өңірлерді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы аясында 459 мың шаршы метр баспана салынады. Осылайша тұрғын үй құрылысы желісімен шамамен 21 мың пәтер пайдалануға беріледі.